77 келесі салмақ дәрежесі. Бүгінгі кештің 3-ші айқасы Қостанай мұз аренасы. Жергілікті жанкүйер халыққа лық толы. Мынадай қолдауды біз күнде тамашалап жүрген жоқпыз. Ну что ж, с командой Манапа Кабдиева мы начинаем. Третий бой прилимов, последний бой. Дальше у нас уже начинается наше гран-при. И вот Асиф, прошу прощения, его племянник Султан идет вперед по прозвищу Гост. Тагиев оң қолмен жақсы тарта білді. И вот начинается борьба, то, о чем мы говорили. Основная будет разборка здесь в борьбе, у кого она лучше. У мастера спорта по греко-римской борьбе или у парня, который тренируется с такими глыбами, как Артем Резников. Ну что ж, еще одна заблокированная попытка от Султана. Жергілікті жауынгердің қолдаушылары қазір Жұмағалиевке жесткое колено от Султана. Барынша қиқу салып қазір ұрықтандыруда. Тагиев тықсыра түсіп қарсыласын алғашқы. Да, послушайте, как арена поддерживает Жалгаса. Я думаю, что весь Костанай сегодня пришел поболеть за него. Но, как мы видим, Султан тоже пришел не отбывать номер, а пришел за победой. Әрине түсінікті, бұл жерде екі жауынгердің де бағы да 50-50 деп айтуға тұратындай жекпе-жек. Тағы да Жұмағалиев ұмтылыс жасады, сәтсіздеу. Енді Тагиевтің осал тұсы қай жерде, соны Жалғас жақсылап тұрып зерделеу арқылы іздестіреді. Алыс қашықтықтан жасалған соққысы. Енді джеб соққысына иек артып көреді ме? Жұмағалиевтің басты қарулының бірі осы қашықтықты жақсы сақтай алуында болса керек. Тагиев әзірге жесткое попадание, жесткий джеб от Султана Тагиева. Тагиев меніңше өз бір амалын таба алмай жүрген сияқты. Лоу-кик. Дәл соққының аулы қай жақта деп Тагиев қазір ауыр бір соққыға иек артатын түсінікті. Очень хладнокровно действует Султан Тагиев, никуда не спешит, уже 3 прохода заблокировал, работает в основном джебами и лоу-киками. И, видимо, ждет какой-то момент, хочет поймать Жалгаса на ошибке. Но Жалгас тоже, да, не пальцем деланный, хорошая вертушка по корпусу, еще немножко мог бы пробить печень. Жұмағалиев қазір... Хороший хай-кик от Султана. Жұмағалиев асықпай, өзде ашылып хай-кик қауіпті. Бірақ Тагиев тайып жығылды бұл соққыны жасау барысында. Сол қолымен қапталдан соққан соққысы Султанның қауіптірек болып тұр қазір Жұмағалиев үшін. Султан делает упор именно на одиночные удары, просто пытается прям зацепить своей вот этой тяжеленной колотушкой, не развивает пока серии, возможно, просто чего-то ждет, но каждое его попадание довольно жестко Жалгас шатает. Жігіттердің аяқ алысы кештің 3-ші жұбы деуге тіпті келмейді өйткені. Жақсы бір жойқын текетірестің куәгері болудамыз қазір. Тагиев өзде тапырлық танытып көбінесе аяқпен әртүрлі тұстан, әртүрлі траекториядан бақылған соққыларға иек артуда. Жұмағалиев қарымта шабуылға көшкен сыңайлы көбінесе. Қарсыластың ұмтылысын тосқауыл қоятын соққылармен қарсы алып көреді. Бірінші раундтың қарқыны аса бір қатты деуге келе қоймас, бірақ бұндай салмақ өкілдері үшін өте жоғарғы жылдамдық. Сауатты тамаша қазір Жұмағалиев оң қолымен қарсыластың иегін дәл тапты. Енді соққының салмағын арттыра түсу керек. Тагиев бара-бара лоу-кик соққыларын жиі жұмсауда. Енді ұпай жинау мақсатындағы соққылары. Призывают зрителей почаще бить правой рукой Жалгаса, но он понимает, что какая-то ошибка, и сразу же за нее Султан может наказать. Ну и Султан, собственно, эту ошибку ждет. Хотелось бы, чтобы ребята немножко побольше рисковали. Все-таки целый зал пришел сегодня за них поболеть. И вот еще одна завязка в борьбе. Пытается посадить с одной ноги Жалгас своего соперника. Но нет, Султан 4-ю попытку тейкдауна законтрил. Жұмағалиев тағда бір талпыныс жасап көрген болатын. Қарсыласының аяғын тарта тепе-теңдігін жоғалтуына жол іздеп көрді. Бірақ Жұмағалиев қазір енді тік тұрып төбелесуге толыққанды иек арта бастады. Тағы да жеп, дәлдігі жағынан жаман емес. Осы алдыңғы қолды Қостанайлық жанкүйер қолдаушысын өз тапқан сияқты. Қауіпті хай-кик. Қорғанысқа келіп тисе де Тагиев үшін біраз тосын сый болды.
15 секунд остается до окончания первого раунда. Мы точно видим в этом бою второй. Ну и по первому что-то сказать сложно. Наверное, это такое прям тяжелое будет испытание для наших судей. Но мы уверены, они с этим справятся. Все-таки профессионалы. Я вот не знаю, кому отдать первый раунд. Серик, ты чего думаешь? Шындығында бірінші раунд барысында бірінші нөмірмен Жұмағалиев көбірек қимылдады. Менің ойымша бірнеше мәрте тейкдаун жасауға талпыныс, сонымен қатар соққыларының жиілігі 50-50. Бәлкім енді жергілікті қостанайлық жауынгердің сәл де болса басымдығы бар шығар. Бір шетінен Тагиевтің осындай дәл соққылары да өзінің орнын тауып жатыр деген сенімдемін. Сонда қазір басып айту қиын. Ардақ жанкүйерлер, естеріңізге саламыз, бұл найза 77 келі салмақ дәрежесінде өтіп жатқан айқас. Ал енді найза 71 турнирінің бас серіктестерінің бірі. Вот у нас появилась статистика на экране. Мне кажется, немножко... KBS құрылыс компаниясы, сонымен қатар Тобыл Торғай Тарландар Қазақ Федерация күресі компаниясын, сонымен қатар Гранд Спа қонақ үй кешенін найза ұжымы алғыс айтады. Появлялась у нас статистика на экране. Мне кажется, она немножко не соответствует действительности. 60 на 26 ударов. Я столько не досчитал. Возможно, не знаю, неправильно считал, но статистика иногда тоже ошибается. Мне кажется, первый раунд достаточно получился равный, и какого-то перевеса хоть в одну сторону я в нем не заметил. Но мы начинаем уже второй раунд. Екінші раунд осындай бір жоғарғы қарқында басталды. Жұмағалиев сегізбұрыштың ортасына алған қарсыласына өзінің соққы жасай алатын қашықтығынан қазір бара-бара батыл шабуылдарға көше бастады. Аяқпен жасалған фронт-кик. Да, не стоит выразить респект костанайским болельщикам. Поддержка сегодня прям суперская. Я думаю, что все ребята, которые выступают за Орлан, очень рады и мотивированы, потому что когда стены помогают, это чувствуется. Но с другой стороны, когда все против тебя... Шындығында күнде естіп жүрген жоқпыз, сондықтан бұл қуантады, қанаттандырады. Осындай қолдаудан, күш-қуаттан жігер алған Жұмағалиев қазір тейкдаун жасауға ұмтылған Тагиевке. Да, пятый тейкдаун, который смог заблокировать Султан. Я не понимаю, почему сам Султан не борется, потому что на самом деле у него прям все очень в порядке с вольной борьбой, с переводами. Ой-ой-ой, тяжелый с правой пропускает сейчас Жалгас. Султан разряжается. Вот, пошли от него серии. Жұмағалиев оң қолын жоғары көтеріп, қарсыластың осал тұсына қарай аяқ басып көреді. Тейкдаун бар ма? Попытка Жалгаса номер 6. Попытка номер 6, и Султан снова, вот просто насколько он коренастый, насколько такой тяжелый, крепко сбитый парень, перевести себя не дает в принципе. Хотя вот... Позициялық тұрғыда қазір Жұмағалиев қателікке бой алдырды. Яғни өзі сегізбұрыштың жақтауына жапсырып жанай тұрған қарсыласын қалайша арқа тұсына қарай өткізіп алғандығын аңламай қалған шығар. Әрине тәжірибе бар, одан бөлек тапқырлық бар. Бұл тұста Тагиевтің басымдығын баса айта кетуіміз керек. Да, посмотрели мы борьбу от Жалгаса, теперь смотрим борьбу от Султана. Вот такая она силовая. И вот первый тейкдаун в сегодняшнем бою, в принципе. 6 попыток было от Жалгаса и 1 попытка от Султана, которая, собственно, и привела его к тому, что его соперник оказался на настиле канваса Лиги Найзы. Тагиев әрі қарай қарсыласының кеуде тұсына қарай өтіп кетуге талпыныс жасап көреді. Жұмағалиев бұл тұста батылдыққа бой алдырады ма әлде? Көбінесе қарсыласының қолын байлап тырпеткізбей ұстауға тырысады ма? Біраз күш, қуат жұмсап жатыр екі тарап. Да, сразу вот вспоминается стиль Артема Резникова, как раз спарринг-партнера Султана. Пытается он стянуть своего соперника и, собственно, улучшить свою позицию, а потом уже что-то придумывать с граунд-энд-паундом или с каким-то болевым. Но при этом не забывает обрабатывать корпус своего соперника. Жұмағалиев. И вот хорошее колено, сразу же продолжает по голове. 2 попадания. И теперь снова стойка, наконец-то. Жұмағалиев аяққа тұрды. Енді позициялық қысымнан шыққаннан кейін өз шабуылын кеудесінен итере салып еді Тагиев. Да, просто силач. Султан Тагиев мощный, действительно мощный парень. Қатар Жұмағалиев те шаршады.
Бірақ енді мынандай қолдау қалайша қанаттандырмайды. Әрине қанаттандырады. Замедлились немного бойцы. Еще одна попытка от Жалгаса пройти в ноги. Султан снова контрит. И вот сейчас отсюда он может попробовать выйти на удушающий прием. Хотя нет, забирает он спину. И сейчас, наверное, будет развивать свой успех. Попытается стянуть уже на канвас Жалгаса. Не забывает работать коленями. И вот, да, стягивает вниз. Это считается за тейкдаун. Жұмағалиевтің арқа тұсына өткен Тагиев қазір қапталдан бақылауын күшейтіп, бағанаға картинаны айна қатесіз көз алдымызға алып келді осыдан 1 минут бұрынғы. Яғни При этом, я уверен, вы слышите, как публика не перестает поддерживать местного бойца. Все кричат «Жалгас, Жалгас». Жалгас бұдан қосымша күш қуат алып 3-ші раундта басқаша сценариймен айқас манерін көрсетеді. 30 секунд до окончания второго раунда. И по второму раунду, кстати, выходит сейчас на север-юг Султан. Это фирменная как раз коронка, да, Артема Резникова. И вообще фирменный прием Fight Club Казахстан. Тагиевтің бұл әрекетін Жұмағалиев әрине айна қатесіз көріп тұр. Осы солтүстік, оңтүстік деп аталатын әдісті орындатпауға физикалық тұрғыдағы мүмкіндігі де жетуі қажет. Қазір қарсыласты жапсыра. Ну что ж, второй раунд, мне кажется, у нас точно за Султаном. Первый раунд у меня под вопросом. Опять же, не знаю, что на судейских записках. Мы на них посмотрим уже в самом конце боя. И, собственно, вы их можете тоже увидеть в социальных сетях Лиги Найза. Все записки будут выкладываться в Инстаграм. Поэтому подписывайтесь на все наши социальные сети, на наш ТикТок, на наш Инстаграм, на наш Ютуб. Обязательно заходите на наш сайт, где проходят прямые трансляции всех турниров Лиги Найза. А кроме этого, большое количество классных плюшек для всех фанатов ММА. Міне бейне қайталау сәтінде Тагиевтің осыған дейінгі жасаған жақсы ұмтылыстары көз алдымызда. Сонымен қатар Жалгас 2-ші раундта өзінің партердегі біраз жіберген қателіктерін қазір түсініп жатыр деген ойдамыз. Бақылау тұрғысында Тагиевке ешқандай сұрақ жоқ. Соққылар саны бойынша тең. Ал енді бұл раундта 3-ші кезең шешуші болатыны түсінікті. Егер бірінші раундта Жұмағалиевтің қанжығасына байлады деп болжайтын болсақ, екінші кезең Тагиевке кетсе, демек 3-ші раунд шешуші айқас кезеңі болады. Видимо, насколько заряженный Султан Тагиев, улыбается, кричит, получает удовольствие от этого, потому что его угловые точно ему сказали, что второй раунд за тобой. Но Жалгас не собирается отдавать этот бой и с первых секунд начинает просто навязывать рубку, потому что это его шанс. Удар никто не отменял, и удар пропустить может любой. Собственно, вот Жалгас пытается сейчас Султана на ударе и поймать. Интересно, чем Султан ответит. Жұмағалиев қазір бірінші нөмірмен батыл шабуылдарға көшті. Жақсы джеб. Хороший джеб от Жалгаса. Осы джеб соққыларын бағанан бері неге іске қоспады деген сұрақ. Ішке бағытталған тағы бір соққы. Да, Султан ждет прохода, пытается он сейчас его встретить, несколько было движений, прям говорящих об этом, но не стоит забывать о том, что Жалгас тоже понял, что проходы не работают, и сейчас хочет разобраться в стойке. Жұмағалиев бара-бара батыл қимылдарға, батыл шабуылға көшті, тағы да джеб, жаман емес. Соққыны көре алу қабілеті жағынан да Жұмағалиев 3-ші раундта бір екінші тынысы ашылғандай. Өте жақсы шабуылдау үстінде. Осы қалыптан тайма деген жанкүйердің секундантарының айқайы. Да, замедлился немножко Султан, и опять заряжается он на один удар. Во втором раунде мы видели от него больше комбинаторики. Сейчас он хочет все решить одним ударом, силовые джебы. Тағы да джеб, жаман емес. Тагиевтің бұл тұрғыда тактикалық біраз кедергілер көз алдында тұрғандығын байқауда. Султан соққыларында жеткізе алмауда қазір. Совсем не игровой стиль от Султана. Занял он центр клетки и просто выцеливает своей вот этой вот пушкой. Шешуші бір соққыға иек артып жүрген сияқты, ауыр Зеңбіректің оғындай атылатын бір соққысына иек артады. Ол түсінікті. Ал Жұмағалиев 3-ші раундтағы осы басымдықты әрі қарай ұстап қала алады ма? 3 минуттай уақыт бар. Мынандай қиқу салған Пытается Неліктен болмай жатқан тейкдаунға бас қойып
не қажеті бар деген секунданттардың. Да, Фаулы Жалгас же. попытался сделать еще один тейкдаун. Не совсем понятно зачем. Все-таки 7 попыток мы насчитали неудачных. И вот все-таки пытается он сделать его. Но Султан раз за разом блокирует это. В принципе, у Жалгаса-то неплохо получается в стойке. Непонятно, зачем он лезет в борьбу. Күреске қайта ұмтылыс жасауынан не пайда? Бұл, жаман емес Қазірен Жұмағалиев. Неплохая вертушка от Жалгаса. Өзінің сенімділігін бара-бара сезе түскен сыңайлы. Султанның да қимылы баяулады. Соққылардың салмағы әлсіреді, түсінікті. 2 минуттай уақыт бар. Айқас кімнің қанжығасына байланады. Хорошее попадание от Султана. Жалгас снова попытался залезть в борьбу. И вот Султан стягивает Жалгаса на настил клетки. И сейчас, я думаю, постарается улучшить свою позицию. Бұған дейінгі позициялық белдесуде Султан бір бас жоғары болған. Вообще удивительный бой мы сегодня наблюдаем. Борец пытается работать в ударке, а ударник пытается работать в борьбе. Алма-кезек дүние. Қазір енді Да, меняет позиции. Султан, вот прям видна вот эта вот старая школа Fight Club. Жұмағалиев екі аяққа тұрды. Енді стягивает Султан своего соперника на настил, но Жалгас пытается выйти на Кимуру. При этом у него, да, не очень это хорошо получается. А Султан пытается забрать спину Жалгаса. Остается всего минута 15 до окончания боя. И маловероятно, что что-то по картине боя изменится. бақылау соңғы минуттар енді Тагиевтің жағында. Енді соңғы минут. Шешуші сәт. Қандай батыл қимылдарға барады. Оң қолмен соққысы дәл тиді. Жұмағалиев. Неплохо разменялись ребята. Тамаша қазір тағы бір апперкот. Тагиевтің оң қолмен құлаштай ұрғаны дәл тиді. Джеб. Да, несколько чистых джебов проходит от Жалгаса. Султан как будто бы перестал их видеть или что-то ждет. Не знаю, сейчас, может быть, что-то выкинет. Его, да, выкидывает ногу, но как-то очень это было. Жұмағалиев. Артқа шегіне жүр. Неплохой правый попадает по Жалгасу от Султана. Опять он занимает центр клетки. Но 20 секунд до конца, и нам остается только ждать какого-то развития событий. Тағы да джеб. Осы өтіп жатқан соққыларды әрі қарай Жұмағалиев жалғастыра түсетін болса, бұл раундта сөзсіз өз қанжығасына байлап кетуі әбден мүмкін. Еще один правый. И Жалгас напоследок пытается оформить вот этот вот 8-й проход. И 8-й проход у него оформить не получается. Ну что же, мне кажется, по картине боя все достаточно очевидно. Жалгас очень странно дрался, а Султан тоже очень странно, что не боролся. За это мы и любим ММА. Здесь все стили сплетаются в какой-то один, и здесь выигрывает именно бойцовское IQ. Сегодня бойцовское IQ было выше у Султана, но все-таки мы дождемся судейских записок, и, возможно, я и ошибаюсь. Қазір енді жеңімпаздың төрешілердің шешімін хабарламас бұрын тағы да қош жауынгерге қошемет көрсетейік, ағайын. Dear ladies and gentlemen, result of 3 rounds by decision of judges. Winner by unanimous decision. Fighter of the red corner, Sultan Тагиев. Султан Тагиев лайықты түрде жеңіске жетті. Жергілікті жанкүйерлер қанша қызу қолдаса да
Жалғас Жұмағалиев өкінішке орай жеңіліс тапты.